Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді әрі пайдалы сорпа, шавель сорпасын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен етімізді қайнатып алып, үстіндегі көбігін алып тастаймыз. Және етіміз қайнап піскеннен кейін үстінен картопты, аздап тұзды және де сәбізді салып, тағы да картоп піскенге дейін қайнататын боламыз. Етімізді осы уақыт аралығында түсіріп аламыз, суытуға қойып қоямыз. Мен тауық етін қолдандым. Негізі кез келген ет қолдансаңыз болады. Шавельді жақсылап жуып тазалап аламыз және де оны видеодағыдай турап шығамыз. Шавель сорпасы өте пайдалы организмге. Құрамында пайдалы витаминдер бар. Е витамин, С витамині бар құрамында. Сондықтан осы шавель сорпасын көбірек тұтынып ішкен дұрыс. Әрі өте дәмді, әрі пайдалы. Осылай шавельді турап аламыз. Сабағы бізге қажет емес, тек қана осылай жапырақтарын турайтын боламыз. Енді біздің картопымыз пісті. Үстіне шавельді салып, тағы да 5 минут қайнатамыз. Оған дейін біз жұмыртқамен етімізді турап дайындап аламыз. Жұмыртқаны мен суға пісіріп алдым. Осылай 4 бұрышты қылып барлығын турап шығамыз. Негізі жұмыртқаны сұйықтай шекілей күйінде құйсаңыз да болады. Олай да дәмді болып шығады. Бірақ бізге осылай жұмыртқаны суға пісіріп жасаған ұнайды. Мінекей осылай барлығын 4 бұрышты қылып турап дайындаймыз. Одан кейін біз жаңағы етімізді тағы да 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Егер де менің каналыма тіркеліп қойсаңыз, менің жаңа видеоларым сізге келіп тұратын болады. Мінекей біздің шавель пісті. Енді үстінен жұмыртқаны және де етімізді салып, тағы да жақсылап араластырып, оттың астын сөндіріп, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Енді ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, әрі пайдалы сорпа. Сондықтан сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де бұл сорпа ұнайды деген ойдамын. Мінекей осындай болып шықты сорпамыз. Өте дәмді болады.